шыға салды да киімдерін кимесіне тура келіп қашты. Сәлем достар, Қазақстанда тылсымға толы, аңызға арқау болған жерлер көп. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл видеомызда біз сіздерге Қазақстандағы мистикаға толы 4 мистикалық жер жайлы айтатын боламыз. Егер арнамызға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Көккөл Қазақстанның оңтүстігінде, Жамбыл облысы Меркі ауданында орналасқан. Ел арасында Айдахар көл аталған мекенді ғалымдар толық зерттеп бітпеді. Көлдің алып жатқан аумағы мен тереңдігі туралы нақты дерек жоқ. Гидрологиялық зерттеулер жүргізгенімен ғалымдар судың түбін анықтай алмады. Көлден су ағып шықпайды және құйылмайды. Соған қарамастан мөлдір әрі тұп-тұнық. Көккөл жайында аңыз көп. Бірінде адамдар тұншыға шыққан дауыстары естідік десе, енді бірінде көл түбінде алып Айдахар мекендейді деседі. Суда жүзетін балықтарды, ұшқан құс пен шөлін басуға келген жануар мен малдың жоғалуын су түбіндегі мақлұқпен байланыстырады. Жергілікті тұрғындар бұл көлді айналып өтуге тырысады. Бір уақытта қайта шықты дейді, но ары қарай түбі жоқ бұның, терең, ар жағы қап-қараңғы деп айтты дейді. Барса келмес Арал теңізінде орналасқан. Атауының өзі адам бойына үрей ұялататын бұл мекен туралы 20 ғасырдың ортасында көп айтыла бастады. Бұл жерде адамдардың жиі жоғалып, ерекше бітімдегі жануарлардың пайда болуымен танымал. Аңыздардың бірінде барса келместе уақыт өзгеше қарқынмен өтеді деседі. 1991 жылы барса келмеске аттанған бір топ экспедиция жоғалып кетті. Қаншама іздеу жұмыстар жүргізілсе де, бірде-бір адам табылмады. 1993 жылы барған бір топ адам кенеттен ақ тұманға тап болады. Абырой болғанда барлығы аман. Бірақ саяхатшылардың айтуларынша, олар тұманның ішінде 20 минуттай ғана болған. Ал қайтып оралғанда өздерін құтқарушылар іздеп жүргендеріне таң қалған. Белгілі болғандай, туристер 20 минут емес, 20 сағатқа жоғалған. Аққұм қалқан немесе әнші тау деген атаумен танылған төбе Алтын Емел саябағында орналасқан. 3 шақырым жерді алып жатқан бұл мекен Қазақстандағы мистикалық жерлердің үздік-үштігіне кіреді. Себебі әнші таудан шығатын дыбысты есту үшін еліміздің түкпір-түкпірінен жүздеген адам келеді. Қатты жел соққанда таудың үні бірнеше шақырымға дейін естіледі. Бірде айқай, бірде гүріл болып естілетін дыбыстар ауа райына байланысты өзгеріп тұрады. Жергілікті тұрғындар арасында тараған аңыздар бойынша шайтанның өзі Құдайдың қаһарынан қорқып, осы таудың астына жасырынған деседі. Өлі көл. Алматы облысы Сапақ ауылына жақын маңда Өлі көл деп аталатын мекен бар. Бұл көлдің тылсымға толы тіршілігі туралы әңгіме ел арасында аңызға айналып үлгерген. Өлі көлде өсімдіктер өспейді, балықтар мекендемейді. Тіпті су жағасында қаптап жүрген масаларды да бұл көлдің маңайынан көре алмайсыз. Ғалымдар бұл құбылысты су астынан улы газдың бөлінетіндігімен байланыстырады. Су жаздың аптап ыстығында жылымайды, қақаған қыста мұз қатпайды. Өзіне магнит сияқты тартатын Өлі көлге батып кететіндер көп. Олардың барлығы дерлік жергілікті тұрғындардың әңгімесіне сенбеген туристер. Бір қызығы, Өлі көлге батқан адамдар әдеттегідей бірнеше күннен кейін судың бетіне қалқып шықпайды. Олар толық денесімен су түбінде қалады. Ал сүңгуірдің ауа баллоны толы болса да, су астында 3 минуттан кейін белгісіз себептермен тұншыға бастайды екен. Бейнені аяқтамас бұрын мен сіздерге жапондық өнімді ұсынғым келіп отыр. Себебі бірінші Алла, екінші осы өнімдердің арқасында барлық аурулар емделіп жатыр. Себебі бұл 100% табиғи бат және теңіздің тұңғиығынан алынатын тағамдық белсенді қоспа. Көп адамдардың нәтижелері бар. Описаниядағы WhatsApp-қа жазыңыздар. Осымен бейнемізді аяқтаймыз. Егер бейнені алса лайк басып,
барша әлеуметтік желілерге таратуды ұмытпаңыз. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.